Қыздар айна қарап, сыланған сайын өздерін өздері сұлу көрінеді. Ал мен ше? Түрім болса мынау. Тым болмаса атымда да келсек қоя алмапты. Менің атым Қожа. Қожа, екі әрпін өзгертсе кәдімгі көже болып шығады. Кәдімгі қойрықпа қара көже. Сонда менің көже болғаным ба? Егер де мазақ қылатын балалар болса, әкесін тан. Қожа, қалам ол, сен әлі кетпегенсің бе? Сабағынан қалатын болды ғой. Қазір әжетем. Кеттім әжетем. Қазір апай келеді. Саламатсыздар ма? Отырыңдар. Кезекшігім, бүгін сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін сабаққа бәрі керек. Қадыров келген. Қадыров? Аха, біз сенімен таныс емеспіз бе? Кеше неге сабаққа келмедің? Келе алмадым. Неге келе алмадың? Диірменге барып едім. Онда не іздеп барсың? Балық аулауға. Тыныш. Оқу басталғаннан бүйтесің. Қадамы жақсы. Отыр. Ол үйге де қонған жоқ. Отыр Жантас. Ой, кім ол қожаның ісі? Қадыров, тұр орнынан. Сеніңсің бе? Иә? Шық кластан. Ол деген үлгілі тәртіпті оқушы болған. Қарашы өзің, жүзінен от жанып тұр. Суық секен. Еркекке суықтың қажеті жоқ. Ақыл керек. Ал сен барып тұрған ақымақсың. Қожа қарашы, Жантас қандай тамаша кітап әкелді. Космос кораблінің каналы. Жантас, бір минутта шыға тұршы. Шығатын шаруам жоқ. Айтатын сөзің бар ма? Шаруам бар. Олай болса, мен шыға тұрмын. Ешқандай да шаруасы жоқ. Алдайды. Одан да мынаны көрейік. Қорқасың. Міне ракет, үстіне отыр. Ой, сенелер қандай көп. Еліңнен қорқыныш шығады. Тегелері көп ұзамай қатынақтар. Шақты көп болады. Ал мынау не? Бұл құс тобы. Қандай әдемі. Бұл қызыл алаңдағы парад. Тас! Ой, Майқанов апайға айтамын. Қожа, сотқа. Нағыз тәртіпсіздің өзісің. Сан не болса да бәріне дайын екенімді білмейсің ау. Тіпті қаққалы тұрған ит сыртынан өте шықса да, сық секілді ұялдан өте шығады. Қаппақ түгілі таласын. Мені өзіме де сол керек. Күтте.
керек болса тауып берем. Ал кіре Жоқ, бұл басқа жол берем. Жүріп кіре бер. Мен неге жалғыз отырмын? Екеуміз той ойнайық. Жақсы. Алдымен өзің бастап жүр. Артынан мен десіп жүрем. Қарай гөр, сыпайысын өзіне. Алдында сен маған ренжіп қалған жоқсың ба? Жантасқа аттан сиясаң шашырып кеткен жоқ па? Сен осы жантасын неге жек көресің? Осындай тәртіпті сыпайы оқушы. Сыпайы? Бұл нағыз сыпайы болып көрінгенмен нағыз арамза. Арамза? Жанар, жүрісің қайта ол әйтпес тасын жеймін. Жей ой. Атылдым. Қап. Аха. Ал енді сақты мен ұта бастаймын. Отпасаң қайтесің? Отпасам дүниедегі мақтаншақтың өзі боламын. Дүниедегі нағыз мақтаншақтың да өзі боласың. Болмаспын. Боласың. Бола қоймаспын. Атылдым. Мен бе? Туған жоқпын мен. Қожа мақтаншақ. Мақтаншақ. Өзің мақтаншақсың. Жексір ау. Шық біздің үйден. Шығам онсыз да. Шық деймін. Бәрі сенік дұрыс емес. Енді қайтып келуші болмай біздің үйге. Саламатсыздар ма? Үйге не берді? Өлең жаттау. Кім дайын? Шыға ғой. Сүйемін көктем найзағаймен салғанда ойнақ көк жүзін тіліп, иірсе бишік шартылдап келіп кеткенде, бейне көк аспан сынып, сілкігендей бір айнала түгіл, иықтап жаңбыр моншақ көкеді, мөлдір тамшылар тамызып жерге, күн кірпірін сүртеді. Бақа, міне, мұнда тұр. Қайда кетіп қалдың? Бұл не деген бассыздық? Не бүлдірушісіңдер? Айтасыңдар ма жоқ па кім екен? Кім істеді? Мойындандар. Ауыздарына құм толтырып алғансыңдар ма? Айтпасаңдар сабақтан соң қаласыңдар. Бассыз болсаңыз сабағын жалғастыра беріңіз. Сен неге отырмайсың қазір? Мен едім. Бақаса. Самал болмақ далдайна, салқын самал балдайна, ағалаған ел, ұлған ел. Жылмағым тіпті Жасай берсін жұмағұл. Кім бұл жұмыс істейді? қойбағады. Қойлары көбейе берсін. Кеше неде ме? Үйде жоқ фермаға айтты. Солайды. Үйде қымыз ашып ара. Сен атың кім? Дәулет. Жақсы ат екен. Тамаша. Менің де атым Дәулет. Мұндай жақсы адамдар әсте өтірік айтпайды. Қымыз бар ғой? Бар. Үйге кірейік, қожайын. Үй иесі ренжіп қалып жүрмес? Жүр. Астаның күн емеспіз ғой. Сен өзің жомарт адам екенсің. Ниетіне ризамыз. Мен кәмпит алып жеймін. Бұл ақшаға ене сатуға бола ма? Ағамай бер ене таусып қалыпты. Сөз екен. Бұл ақшаға мұнда бір ине, кешене су және орамал, үлкен қазан, әкелен мылтық береді. Дейсіңдер ме? Әкелем. Қожа,
Ой, Сөзбеке, ақшаңды төлемей, бір сөз алдырамын. Хоп. Директор қолын сермейді. Әсі бұзақыны мектептен қуу керек деп жатқан болар. Майқанова апай мәз. Біреуді өлтіріп жатып мәз. Эх, қайран анашым-ау. Түрін қараш. Жабыққа кеткен. Шешем байқұс азабымды тартты. Үй! Бұл істеген қожа ғой. Кешіріңіздер, мен байқамай қалдым. Ендігәрі қайталанбайды. Оп. Озат соққысыдан сәлем. Қоза, кеттік балық аулауға. Мен ана жақта мұнаңдай өзен көрдім. Балықтары деген мұнаңдай. Ай. Эх. Маған жаны ашыған не екен. Не болса да мектептен қуған жоқ. Енді қайтсе де болса үмітін ақтамын. Ол шыным.